Менің арнама қош келдің. Видеоны көрмес бұрын арнаға жазылуыңды сұраймын. Бұл канал сізге ұнайды деген ойдамын. Мұнда әртүрлі торттар, тәтті бәліштер, тағам түрлеріне қатысты видеоларды таба аласыз. Арнадан алыстамаңыз. Сәлем достар, Сібіргенжеттің арнасына қош келдік. Бүгінгі видеоблогта біз сіздермен бірге мынандай әдемі сан торт әзірлейтін боламыз. Неге 40 саны дегенге келетін болсақ? Біздің арнамызда 40 мың оқырман. Мен ол үшін шексіз қуаныштымын. Мен үшін әрбірлеріңіздің орындарыңыз ерекше. Баршаңызға өз алғысымды білдіргім келеді. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Біз рецепт бойынша барлығын 2 еселендіріп алдық, себебі біз бүгін 2 сан жасайтын боламыз. Ал сіздер 1 сан жасайтын болсаңыздар, осының тең жартысын қолдансаңыздар болады. Бізге қажет заттар ұн, ас содасы, қант, сары май және де бал, жұмыртқа қажет. Дайындауға кірісеміз. Ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Араластырамыз. Мұнда қант саламыз. Бал саламыз. Сары май саламыз. Ас содасын саламыз. Және жақсылап араластырамыз. Енді баяу отқа қойып, сары май мен қантымыз ерігенше араластырып отырамыз. Біздің смесіміздің бетінде мынандай пенка пайда болу керек. Ол бізде соданың қосылғандығынан пайда болады. Енді біз бұл смесімізді салқындағанша күтеміз. Содан кейін ұнымызды илейтін боламыз. Біздің смесіміз салқындады. Енді біз оған ұнымыздың жартысын саламыз. Енді қалған ұнымызды қосып, қамырымызды илейміз. Қамырымызды 6 бөлікке бөлеміз. Біз 2 еселендіріп жасадық. Егер сіз 1 сан жасайтын болсаңыз, 3-ке бөлесіз. Және де осы рецепттің тең жартысын қолданасыз. Біз пергамент қағазына қамырымызды жаятын боламыз. Бізге аздап ұн қажет болады. Және де оқтау. Және біз цифрды мынандай қағаздан қиятын боламыз. Яғни өзіңіз қалауыңыз бойынша сан немесе әріпті таңдасаңыз болады. Біз бұны пергамент қағазына қиып алдық. Біз бүгін 4 деген санды және де 0 деген санды жасайтын боламыз. Ой, 0 деген санымызды орналастырамыз. Және айналасын түгел қиып шығамыз.
трюфель тортының кремін әзірлейтін боламыз. Креміне 800 мг сливки, яғни клейкий қажет, және де 400 немесе 600 грамм аралығындағы творожный сыр керек, және де 300 грамм қант ұнтағы керек. Біз 2 сан жасаймыз, сондықтан бізде мөлшерлері 2 еселенген. Жегейімізді миксерлейміз. Төмен жылдамдықтан бастап жоғарыға дейін жылдамдықты көтереміз. Біздің клейгейіміздің көлемі ұлғайғаннан кейін біз оған қант ұнтағын ұн илегіштің көмегімен саламыз. Миксерлейміз. Біздің сливкеміз формасы қатая бастады. Енді біз оған творожный сыр саламыз. Миксерлейміз. Креміміз біркелкі болу үшін біз айналасындағы кремдерді ортасына қарата күрекшенің көмегімен жылжытамыз. Біздің креміміз біркелкі болды, және ол өз формасын ұстап тұратындай қатты. Демек, біздің креміміз дайын. Енді тортты құрастыруға кірісеміз. Кондитерлік мешогымыздың басын қайшының көмегімен қиып алдық. Енді біз оны стаканға немесе биік ыдысқа саламыз. Кондитерлік мешогымызға кремімізді саламыз. Біздің сан бисквиттарымыз дайын, және олар салқындатылған. Пергамент қағазынан аламыз. Біз кремімізді жағамыз. Шарик жасаймыз. Екінші тортымызды орналастырамыз. Тағы да крем жағып шығамыз. Үшінші төрт санын орналастырамыз. Тағы да үстіне крем жағып шығамыз. 0 санында тура солай жасаймыз. Сонымен достар, біздің әдемі әрі дәмді сан тортымыз дайын. Сіздер жасап көріңіз, өзіңізді және жақындарыңызды дәмді торттармен қуантыңыз. Сіздермен бірге болған мен, Құралай Орынбасарова. Келесі видеоблогта жүздескенше.